Дания велосипедтер елі. Осындай аялдамада көптеген арбаларды көре аласыздар. Және ешқайсысын байлап кетпеген. Мысалы, осы велосипедті айдап кетіп қалуға да болатын секілді. Дегенмен Дания халқы тәртіпке бас иген. Біреудің затын ешқашан рұқсатсыз алмайды. Сондықтан байлаудың немесе бір қарауыл қоюдың ешқандай қажеті жоқ. Осы түрлі велосипедтердің арасында мені таңғалдырғаны мынау. Ішіне баланы отырғызып қойып, айдап кете беруге болады. Жылы, комфорт, рахат. Копенгаген велосипедшілердің қаласы екеніне тағы да бір дәлел. Міне жаңбыр жауып тұрса да, адамдар велосипед мініп алып жұмыстарына бара жатыр. Негізі осында 600 мың тұрғын бар деп айттық қой. Халықтың 60% велосипед тебеді. Көлік ондай бір қатты сұранысқа ие емес. Сондықтан ауа да таза екені бірден байқалады. Экология жағынан Копенгаген өте таза қала. Алматыда жүріп, негізі велосипед тебуді де кішкене ұмытып қалғандаймыз. Бірақ енді мұнда Копенгагенге келіп, қайта үйрену мүмкіндігі туып жатыр. Шыны керек, мен велосипед теппегеніме бір 10 жылдай уақыт болып қалған шығар. Және велосипед айдауға өте қолайлы қала, бүкіл жағдай жасалған. Міне, мен көлік жүретін көшеде кетіп бара жатырмын. Ешқандай кедергі жоқ, рахат. Керісінше көліктер жол беретін сияқты. Міне, екі баласын отырғызып алып, велосипед теуіп кетіп бара жатыр.